Сәлем достар, сіздермен бірге мен Нұрбол Қалымбек. Бүгін сіздерге неліктен инвестиция жасау керек деген сұраққа бірнеше ақпараттар беріп өтетін боламын. Жалпы инвестиция дегеніміз не? Инвестиция дегеніміз сіздің жайдан жай жинап жатқан ақшаңызды босқа қойып қоймай, оны жұмыс ету. Яғни сіздің ақшаңыз сізге жұмыс істейтін болады. Жалпы ақшаңызды жайдан жай жинағаннан көрі сізге инвестицияға салған өте тиімді деп айтуға болады. Неліктен? Өйткені сіз қазіргі алып жүрген жалақыңыздың аз бөлігін жай ғана жинасаңыз, шынын айтатын болсақ, ешқашан баюдың жолына түсе алмайсыз. Ал егерде ақшаңыздың азғантай болсын бөлігін инвестицияға сала беретін болсаңыз, ол сізге алдағы уақытта үлкен бір қомақты қаржыға жеткізуге өте үлкен бір көмегін тигізеді. Бір сөзбен айтқанда, инвестиция деген ақшаңызды өз-өзіңізге жұмыс жасату. Ақша бұл бір орында тұрмау керек, ақша бұл жұмыс істеу керек. Яғни сіз 24 сағат сіз ұйықтап жатқан кезде де ақша сізге жұмыс істейтін болады. Ал енді инвестицияның қандай түрлері бар деген сұраққа, ең бірінші біз өзіміз білетін, ең бірінші бір рискі жағынан және табысы жағынан ең тұрақты инвестицияның түрі бұл жылжымайтын мүлік. Жылжымайтын мүлік әрине қазіргі кезде көпшілік қолданатын өте үлкен ауқымды инвестицияның түрі болып табылады. Ол жерде сіз мысалға кез келген пәтер болсын, үй болсын, жер болсын, гараж болсын, бұл бізде сізге тұрақты табыс ай сайынғы пассивтік кірісті алып келіп тұрады. Ал екінші бізде инвестицияның түрі бұл әрине өзім айтып жүрген құнды қағаздарға инвестиция жасау. Құнды қағаздарға инвестиция жасаудың негізгі тиімділігі қандай? Ол әрине сіз ақшаңызды депозитке салғаннан көрі акцияға салған өте тиімді. Неліктен? Өйткені қазіргі кездегі инфляцияның кесірінен депозитке салған ақшаңыз құнсызданып, одан сайын сізді плюсқа шығарғаннан көрі, наоборот, қымбатшылықтың кесірінен сіз минусқа кіріп кетесіз. Ал акцияда кемінде 10%-дан бастап 300-400%-ға дейін ақшаңызды көбейтуге мүмкіншілігіңіз өте көп. Және де тағы бір артықшылығы, акциядан біз тұрақты пассивті кіріс алуымызға болады. Әрине ол компаниялар беретін дивидендтерден түсетін пайда ол әртүрлі болады. Ол америкалықтар әрбір квартал, яғни әрбір 90 сайын беретін болса, ресейлік компаниялар жарты жыл сайын, ал қазақстандық компаниялар 1 жыл сайын береді. Ал келесі инвестицияның түрі бұл бізде бизнес. Бұған қатты тоқталып кетпейін, ол жағын өздеріңіз білесіз. Бұл жерде рисктер жоғары және пайда да жоғары. Бұл жерге әрине білім керек. Ал білім туралы айтатын болсам, және акция сатып алар кезде де және жалпы қор биржасында сауда жасау үшін сізге ең бірінші білім өте қажет болады. Өйткені бізде енді келе салған инвесторлар ақшасын салып минусқа кіріп жатады. Олай болмас үшін әрине сізге ең бірінші керегі білім. Білімге жұмсаған ақшаңыз сізді үлкен суммаға минусқа кіруден сақтап қалу мүмкін. Жәнеге бизнестен кейінгі инвестицияның түрі бұл бізде валютаға жасайтын инвестиция деп айтуға болады. Әрине қазіргі кездегі өзіміздің еліміздегі теңгенің құлдырауына байланысты өздеріңіз білесіздер, доллардың бағасы өте шарықтап кеткен болатын. Егер де сіз мысалға алдыңғы тарих бойынша қарайтын болсақ, доллардың құны 2-3 есеге дейін қатты өсті үстінде, және осыдан бір ай бұрынғы бағамен де сіз долларға ақшаңызды аз ғана бөлігін салған болсаңыз, қазірдің өзінде біршама деңгейге ақшаңызды көтеруге мүмкіндігіңіз бар еді. Жалпы инвестицияның түрлері осындай қысқаша түрде айтып өттім. Ал осыдан кейін өзіңіз шешімге келіңіз. Ақшаңызды көбейткіңіз келсе, яғни шынымен де қаржылай еркін және бай адам болғыңыз келсе, инвестицияға ақшаңызды салу өте маңызды. Ал инвестиция ақшаңызды салмас бұрын адам ең бірінші өзіне инвестиция жасау керек. Өйткені өзіңіздің қазіргі біліміңізді арттырсаңыз, одан сайын сіздің табысыңызды көбейтуге өте үлкен мүмкіншіліктер ашылады. Және де сіздерге бір өте пайдалы, өте керемет бір ұсынысым бар. Ол ұсыныстың барлығы менің Instagram парақшамда болады. Instagram парақшама жазылуды ұмытпаңыздар. Және бұл видеоға лайк, комментарий жазып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Нұрбол Қалымбек. Келесі кездескенше.